أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ولي الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Құрметті мұсылман бауырлар, біздің асыл дінімізде, шариғатымызда жалпы үйлену, көбею құпталатын істердің бірі. Жалпы бойдақ жүргеннен гөрі негізінде үйленген жақсы екен. Үйлену бұл ғибадат екен. Сонымен қатар кімде-кім үйленсе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, кімде-кім үйленсе, дінінің жартысы кемел болыпты дейді. Қалған жартысында енді Құдайдан қорқсын дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Демек шариғатымызда үйлену, көбею бұл құпталатын істердің бірі. Құран аяттарында Алла Тағала біздерге былай деп айтады: "Ва адамдар" дейді. Ниса сүресінің ең бірінші аяты. "Я айюан-насу тақу раббакумуллази халақакум мин нафсин вахида." Ва адамдар, Раббыларың сендерді алғашқы уақытта бір ғана адамнан жаратты дейді. О баста Алла Тағала Адам деген кісіні жаратқан екен. Әкесіз де, анасыз да жаратқан. Жер бетіндегі жалғыз адам, әкесіз де, анасыз да жаратылған Алланың үлкен мұғжизаларының бірі бұл Адам деген кісі екен. Құран аяттарында Алла Тағала біздерге: "Ва адамдар, Алла Тағала сендерді, Раббыларың сендерді бір ғана адамнан жаратты" дейді. О баста Алла Тағала әкесіз де, анасыз да жер бетіндегі жалғыз мұғжиза Адам алейхиссаламды жаратқан екен. Адам алейхиссаламның сол жақ қабырғасынан, жүрегінің тұсынан өзінің жары, өзінің жұбайы Хауаны жаратты дейді. Сол екеуінен сендерді көбейтті, қияметтің күні содан сұраласыңдар дейді. Алла Тағала ертең қияметтің біздің әрқайсымыздан сұрайды екен: кімнен тарадың, алғашқы атаң кім, алғашқы анаң кім деп сұрайды екен. Сонда біздер ең алғашқы тараған әкеміз, анамыз бұл Адам деп жауап береді екенбіз. Ең алғашқы анамыз, жер бетінде ең алғашқы ана бұл Хауа деп жауап береді екенбіз. Бұл міндетті екен. Тіпті Алла Тағала ең алғаш жәннатта Адам алейхиссаламды жаратқан кезде, енді елестетіңізші, жәннатта Адам алейхиссалам бір өзі жүр. Жәннатта бәрі бар. Ішіп жейін десең не керек сол бар, киетін киім бар, астыңа көлік бар, ұшатын құстар бар, баршасы бар. Бірақ не істеді Адам алейхиссалам, не істеді жәннатта? Жалғыз өзі жүріп іші пысты. Іші пысты, зерікті жәннатта жүріп. Өйткені қасына сырласатын, сөйлесетін адам жоқ. Сонда Алла Тағала оған серік болсын деп, жүрегінің тұсынан, сол жағынан, сол жақ қабырғасынан өзінің жарын, жұбайын, Хауа анамызды жаратып берген екен. Болса да шариғатымызда негізінде оң жақ қайырлы ғой, өйткені оң жақ бұл жаңағы амал кітабы оң жағынан берілетін жәннат иелері болады. Бірақ та Алла Тағала жүрегіне жақын болсын деп өзінің жарын жаратып берген екен. Адам алейхиссаламға Алла Тағала жәннатта жүрген кезде әке, шеше, немесе дос, бауыр, бала жаратып берген жоқ. Оған не жаратып берді? Әйелді жаратып берді. Сол үшін де мұсылман адамның, жалпы адам баласының бұл өмірде екінші жарын таппайынша жүрегі тынышталмайды екен. Білесіз бе? Жалғыздық өйткені жалғыз Аллаға жарасады екен. Біздерге адамзатқа тек қана қасында жары болып, жұбайы болған жарасады екен. Алла Тағала айтып отыр: қияметтің күні осы нәрседен сұраласыңдар дейді. Яғни сендер өздерің анау түптеріңнен сұраласыңдар деп айтқан екен. Сол үшін де біздің шариғатымызда, құрметті мұсылман бауырлар, жалғыз бойдақ болып өмір сүргеннен гөрі, үйленіп, бала шағалы болып, солардың қызметінде жүріп, солардың нәпақасын тауып, солардың еркелігін көтеріп жүрген шариғатымызда сауабы жоғарырақ екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: жәннат қияметтің күні жоғарыға қарай деңгей болып кете береді дейді. Ал тозақ, Құдай сақтасын, төменге қарай деңгей болып түсе береді екен. Әр түскен сайын жаман бола бастайды екен. Жәннат әр көтерілген сайын жақсы бола береді екен. Нығметтер еселей береді екен. Сонда дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Алла Тағала қияметтің күні бір кісіні жәннатқа кіргізеді дейді. Әлгі кісі дүниеде жүрген кезде байғұс үйлене алмай қалған екен. Өмір бойы құлшылық қылған дейді. Құлшылықты, Аллаға деген құлшылықты, намазды үйленуден жоғары қойып, тек қана өзін дінге арнаған екен әлгі кісі. Сонда әлгі кісі жәннатта жүрсе дейді, дүниедегі досын кездестіріп қалыпты. Бірақтан да досы өзінен бір саты жоғары жүр дейді. Алладан сұрады дейді: Раббым Алла, мынау дүниеде жүрген кезде менен сәл азырақ ғибадат жасаған еді. Неге жәннатқа кіргізген кезде сен оны менен бір саты жоғары қылдың деген кезде Алла Тағала айтқан екен: өйткені ол үйленіп, бала шағасына сабыр еткендігі үшін,
бала шағасының еркелігін көтере алғандығы үшін, әйелінің мінезін көтергендігі үшін мен оны сенен бір саты жоғары қылдым деп айтқан екен жәннатта. Демек шариғатымызда адам баласы бойдақ болып өмір бақи құлшылық қылғаннан гөрі, одан гөрі үйленіп алып, құлшылықтың шамасы келгенше жасағаны осы абзал болады екен, құрметті мұсылман бауырлар. Құран аяттарында Алла Тағала біздерге былай деп айтады: расында Алланың сендерге берген үлкен нығметтерінің бірі дейді, өздеріңнен, яғни өздеріңнің қабырғаларыңнан Алла Тағала сендерге жұп жаратып беруі дейді. Жарларыңды жаратып беруі дейді. Сол жарды жаратып бергеннен кейін, Алла Тағала екеуіңді қосқаннан кейін жүректеріңнің тынышталуы, міне осы да ақыл иелері үшін үлкен ғибрат бар дейді. Адам баласының жүрегі тынышталмайды екен қай уақытқа дейін? Үйленбегенге дейін жүрегі тынышталмайды екен. Пока бойдақ болып жүре бергенше байғұстың істей береді, жүрегі сан түрлі бола береді екен. Ананы ойлайды, мынаны ойлайды, ана жаққа көшіп жүреді, мына жаққа көшіп жүреді. Бір кезде қалай үйленеді, аяғына тұсау тағылады екен. Уже болды енді. Енді ары бері секеңдеу жоқ, ары бері жүріс жоқ. Білесіз бе? Сол үшін де Алла Тағала Құран аяттарында біз сендерге әйелдеріңді жаратып бердік өз-өздеріңнен, жүректерің тыныштық табу үшін дейді. Адам баласының жүрегі үйленсе ғана тыныштық табады екен. Үйленбейінше оған ешқандай тыныштық болмайды екен бұл өмірде. Құрметті мұсылман бауырлар. Құран аяттарында Алла Тағала ары қарай жалғастырып былай деп айтады: сендерді Алла Тағала үйлендірді де, және екеулерің орталарыңа мейірім мен махаббатты салып қойды дейді. Мейірім мен махаббатты салып қойды дейді. Ерлі зайыптылар бір-бірімен үйленгеннен кейін Алла Тағала екеуін бір-бірін жақсы көрдіртіп қояды екен. Және де мәңгі бір-біріне осы өмірде серік қылады екен. Ақыл иелері үшін дейді, ғибрат бар осы бір нәрседе, ақыл иелері үшін. Сол үшін де біздің дінімізде, құрметті мұсылман бауырлар, үйленген жақсы екен. Үйленген жақсы екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде үйленіңіздер, көбейіңіздер, қиямет күні мен сендердің көптіктеріңмен мақтанамын дейді. Мен сендердің көптіктеріңмен мақтанамын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тіпті Мединеде жүрген уақытта кейбір үйленуге шамасы келмейтін адамдарды өзі үйлендіріп жіберуге әрекет жасаған екен. Жалпы біздің дінімізде біреудің үйленуіне себепкер болу, бұл адамды, кісіні, сол кісіні, ерлі зайыпты, еркек пенен әйелді зинадан құтқарғандай сауап алады екен. Сол үшін де бізде қазақтардан да көбінесе жеңгелеріміз таныстырғыш болып жүреді ғой, мысалға, бастан өз жағынан бір бойдақ тауып алып, күйеу жағынан бір бойдақ тауып алып, екеуін таныстырып, әйтеуір бір жаңағы сәтін салып үйлендіріп жібереді. Бұл шариғатта үлкен сауап екен, кісінің үйленуіне себепкер болу. Неге? Өйткені кісіні зинадан құтқарған болып есептеледі екен. Ал зинақор жалпы бұл тозақ қой. Ал әлгі кісілер адамды тозақтан құтқарып алуға дейін сондай бір сауап алады екен, құрметті мұсылман бауырлар. Ханафи мазхабының үлкен ғалымы Ибн Абидин деген ғалым кісі былай деп айтады: адамзатқа дейді, Алла Тағала Адам алейхиссаламды жаратқаннан бастап қияметті болдырғанға дейін дейді, үйленуден артық ешқандай ғибадат жасамады дейді. 5 парыздан бөлек, мысалы, адамзат намазын оқыды, зекетін берді, қажылығын жасады, оразасын тұтып жүр, енді оған ең үлкен міндетті болған амал бұл үйлену екен. Сол үшін де, құрметті мұсылман бауырлар, араларыңызда бойдақтар болса, үйленуге әрекет жасаңыздар. Ер балдарда, қыз балдарда үйленуге әрекет жасау керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде былай деп айтады: егер де сіздерге дейді, әкелерге айтып отыр, қызыңызды сұрап бір жігіт келсе дейді, әлгі жігітпен сөйлесіп болғаннан кейін оның мінез құлқына разы болсаңдар, мінезі ұнатып тұрсын, дініне, тақуалығына разы болсаңдар дейді, онда қыздарыңды беріңдер дейді. Болды, ары қарай ұстамаңдар дейді. Сен қанша табасың, мен қызымды қалай асырайсың, одан кейін айлығың аз екен, мына істейтін жұмысың ұнамайды, менің қызыма кем дегенде айына 500 мың теңгедей қаражат керек, олай болмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін жалғастырып былай деп айтады: кім осылай жасайтын болса дейді, қызын сұрап келген кезде разы болып тұр, бірақтан сонда да бермесе дейді, жер бетінде үлкен бұзақылық, жер бетінде үлкен бүлік болады деп айтқан екен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Неге? Өйткені тең емес адамдар бір-бірімен үйлене бастайды. Сөйтіп адамдар зұлымдық көре бастайды екен. Көрдіңіздер, құрметті мұсылман бауырлар. Сол үшін де біздің шариғатымызда үйлену, көбею ұлы бір амалдардан екен. Жалпы ғалымдарымыз айтады, бақытты отбасы болу үшін дейді, ona 3 сипат керек дейді, құрметті бауырлар. Баршамызға осы нәрсе керек.
бақытты отбасы болу үшін үш нәрсе керек екен. Ең біріншісі дейді, ерлі зайыптылар бір-бірін сыйлау керек дейді. Бір-біріне жасап жатқан қызметтерін сыйлау керек екенбіз. Әйел адам, мысалы, ер адам өзінің күйеуін, ер адам өзінің әйелін, сен менің жарымсың. Егер де сен болмағанда менің жүрегім тыныштық таппас еді. Сен менің балаларымның анасысың. Сен болмағанда үй таза болмас еді. Киімдер таза болмас еді. Тамағымыз бүтін болмас еді. Мына балалар өстіп таптаза жүрмес еді деп, әйелінің істеген қызметін істеу керек. Машалла, жақсы істеп жатсың деп, ер адам әйеліне комплименттер айтып, құрмет қылу керек екен. Әйел адамда күйеуіне де сөйтіп айту керек екен. Сен болмағанда үйде береке болмас еді. Сен болмағанда біздердің рызығымыз, азығымыз уақытылы келмес еді. Сен болмағанда осындай, сен болмағанда тіпті мен миллиондап тапсам да сенің тапқаныңа жетпес еді деп, әйел адам күйеуін көтеру керек екен, сыйлау керек екен. Көрдіңіз бе? Ең біріншісі не екен? Ерлі зайыпты бақытты болу үшін бірінші бір-бірін құрмет қылу керек, бір-бірін сыйлау керек, істеп жатқан істерін сыйлау керек екен. Мысалы, біздер келеміз, әйеліміз үйге келеміз кешкісін. Ер адамдар бар ғой, мысалы, сондай, үйге келсе, бәрі нормально болса да, бірақтан да жаңағы тырнақ астынан кір іздейтіндер де бар, мысалы. Ол болмайды екен. Шайтанға есікті ашпау керек екен. Екіншісі, бақытты отбасы өмір сүру үшін екінші сипат бұл ер адам мен әйел адам бір-бірінің жаңағы нәпсі қалауын отбасы үшін тоқтату керек екен. Мысалға, ер адам түнде шығып қыдырғысы келіп тұр. Апталап, айлап, рыбалкаға кетіп қалғысы келіп тұр да, мысалы, охотаға кетіп қалғысы келіп тұр. Бір апта үйде болмайды, 10 күн болмайды. Бірақ әйеліне оны істемейді, ол жақпайды ол. Өйткені әйелі күнделікті мысалға күйеуінің қасында жүргенін қалайды. Ер адам не істеу керек екен? Отбасым үшін деп тоқтату керек екен. Әйел адам да сөйту керек екен да. Маған осыны нәрсе ұнайды, мен осыны алмай қоймайын, мен үйтпеймін, бүйтпеймін. Жоқ, күйеуіңе ол жақпаса не істеу керек екен? Отбасы үшін, отбасын сақтап қалу үшін екеуі де кейбір кезде нәпсінің қалауын тоқтату керек екен. Әсіресе мысалы жастар отыр, иә? Анда-санда компьютер ойнайтындар болады, мысалы, достарымен шығып, класстастарымен шығып, түнде шығып, таңға дейін мысалға компьютерный клубта отырғысы келетіндер бар мысалы. Әйеліне бірақ ол жақпайды. Не істеу керек екен? Нәпсі қалауын бір тоқтату керек екен. Тоқтай тұр, нәпсім, маған отбасы керегірек. Маған отбасы жаңағы бірінші орында тұрады деп, ер адам өзінің жаңағы нәпсі қалауын тоқтату керек екен. Әйел адам да сонда. Үшіншісі, бақытты отбасы құру үшін, құрметті мұсылман бауырлар, бұл сабырлық керек екен. Ер адам баласы болғаннан кейін, жалпы адам баласы болғаннан кейін, Алла Тағала баршамызды қателікпен жаратып қойды. Жер бетінде қателеспейтін адам жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ғана қателеспейді. Қалғандарымыздың баршамыз қателесеміз. Тіпті тақуамыз деп жүрген өзінде, ғалымбыз, имамбыз, қаримыз деп жүрген өзінде не істейміз? Қателесеміз. Осы қателік туындаған кезде ер тараптан болсын, әйел тараптан болсын, бір-бірімізді кешіріп білу керек екенбіз. Сол кезде бақытты отбасы болады екен. Ал егер де адам баласы мысалға, ер адам бір қателескен кезде әйел кешірмесе, әйел бір қателескен кезде ер адам кешірмесе, онда жер бетінде бақытты отбасы табылмай қалады екен. Сол үшін не істеу керек? Адам баласы отбасыда бір-біріне сабыр ету керек, қателіктерін көтере білу керек екен. Ерте замандарда бір күні бір той болып жатыр екен қазақтың жерінде. Сонда дейді, жас жұбайлар үйленіп жатса, 100-ге келген ақсақал тілегін айтып жатыр екен әлгі жас жұбайға. Құрметті мынау тұрмысқа шығып жатқан қалыңдық, үйленіп жатқан жігіт, айналайын, бақытты болыңдар. Бақытты болу үшін бақыттың кілті бұл сабырлық деп айтқан екен. Ашуланбаңдар отбасылық өмірде. Мүлдем ашуланбаңдар, бір-біріңді кешіре біліңдер. Сонда әлгі қария айтып жатыр дейді, мен мына бәйбішемді алғалы дейді, 80 жыл болды дейді. Бір рет болсын ашуланып, бір рет болсын сөзге келген емеспіз деп айтады дейді. Ана жерде отырған жас жігіттер үйленгенде 5-6 жігіт болған, 5-6 жыл болған, 10-15 жыл болған жаңағы жігіттердің бәрі айтады дейді, ойбай ата, біздер үйленгенімізге міне 5-6 жыл болды, ұрысып, қырылып, бір-бірімізді жеп қойып жатыр. Қалай ол сіз ашуланбай жүрсіз, қалай үйдегі апамызбен, жеңгемізбен, әжемізбен ұрыспай жүрсіз десе, әлгі қария айтқан екен, мен анау неке қиып жатқан кезде дейді, бәйбішеме былай деп шарт қойып қойдым дейді. Мен ашуланған кезде сен үйден шығып кетесің деп айттым дейді. Сен ашуланған кезде мен үйден шығып кетемін деп айттым дейді.
Содан десе, содан бері далада жүрмін деп айтады дейді әлгі кісі. Сол үшін, құрметті мұсылман бауырлар, бұл отбасылық өмірде сабыр ету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның керемет бір хадисі бар. Қандай да бір ер адам дейді. Бұл хадис, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, қандай да бір ер адам әйелінің бір жаман мінезіне сабыр ететін болса дейді, бір қателігіне сабыр ететін болса дейді, Айюб пайғамбар қанша жыл ауырып, қалай сабырлығына Алладан сауап алған болса, дәл сондай сауапты алады дейді. Айюб пайғамбар неше жыл ауырды мысалға? 18 жыл ауырды. Әйеліңіздің бір жаман мінезіне сабыр етсеңіз, 18 жылдық сауапты алады екенсіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам керісіншесін айтады. Қандай да бір әйел адам дейді, күйеуінің бір жаман мінезіне сабыр ететін болса дейді, Фирауынның әйелі Асия Фирауынға қалай сабыр етіп, қандай сауап алған болса, дәл сондай сауапты алады дейді. Демек, бақытты болу үшін, құрметті мұсылман бауырлар, өзіміздің үйдегі жарымызбен дұрыс өмір сүру үшін міндетті түрде үлкен сабыр керек екен. Өйткені пенде болғаннан кейін адам баласы қателеседі. Бірақтан да жалғыз бәрібір өмір сүре алмайсың. Өйткені Алланың Құрандағы аяты бар. Ва халақнакум азважа дейді. Біз сендерді жұп қылып жаратып қойдық. Болды. Сен жалғыз өмір сүре алмайсың. Саған міндетті түрде жүрегіңнің жаңағы тыныштық ретінде жаныңа әйел адам керек екен. Көрдіңіз бе, құрметті мұсылман бауырлар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалпы кімде-кімге Алла тағала ізгі жар берген болса дейді, салихалы әйел берген болса дейді, онда Алла тағала бүкіл нығметті беріпті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, қандай да бір ер адамға дейді, қандай да бір ер адамға Алла тағала мына 3 нығметті берген болса, бүкіл дүниенің нығметін берген екен дейді. Ең біріншісі салихалы жар дейді. Үйден шығып кеткен кезде әйелің сенің бала-шағаңа дұрыс қарап, саған қиянат жасамай, аманатқа берік болып, ар намысын сақтаса, қайтып келгенге дейін сенің дүниеңді сақтап отырса, болды, бұдан асқан әйел жоқ екен. Көрдіңіз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, қандай бір ер адамға салихалы жар берілсе дейді, және жақсы көлік берілсе дейді, жолда тоқтап қалмайтын, бұзылып қалмайтын, мақсат еткен жеріңе жеткізетін көлік берсе, бүкіл дүние берілген екен дейді. Одан асқан не жоқ? Байлық жоқ екен. Үшіншісі, тауып жатқан напақасы өз қаласынан болса дейді. Яғни ешқандай қорықпай барып келіп жұмысына қайтып үйіне келсе, болды дейді. Ер адамға осыдан артық еш нәрсе керек емес дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Шынымен де, бұдан артық не керек мысалға? Әйелің дұрыс болса, көлігің жақсы болса, жұмысың дұрыс болса, болды ғой, басқа не керек? Қалғаны бірте-бірте өзі келе береді екен. Көрдіңіз бе? Хадистерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады. Расында дүние деген нәрсе бұл алдамшы дейді. Жалпы мына өмір сүріп отқанымыз бізден баршасы ол алдамшы екен. Алдамшы деген сөз не? Ол мәңгі емес. Ақша тауып отырық, бірақтан да бүгін бар ақша ертең жоқ болып қалуы мүмкін. Бүгін жоқ ақша ертең бар болып қалуы мүмкін. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, осы алдамшы дүниенің ішіндегі ең жақсы нәрсе дейді. Ең мұсылман адамның ұтқан, ер адамның ұтқан нәрсесі бұл салихалы жар дейді. Рахат өмір сүресің, мысалға әйелің, жаңа серігің, оған сырыңды айтасың, ол саған сырыңды айтады. Жақсы өмір екен, көрдіңіз бе? Сол үшін де адам баласы бұл дүниеге келген кезде, егер де Алла тағала оған салихалы жар нәсіп еткен болса, онда оған Алла тағала бүкіл нығметті берген екен. Жалпы ер адам бұл өмірде жар таңдауда қателеспеу керек екен. Хакім Абай мына бір сөз бар екен, ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ана қызынан ғапыл қалма дейді. Ары бар болса, ұяты бар болса болды. Ата-анасының қасында гүлдей жайнап жүрген қыз болса, бұл қыздан не істемеу керек екен? Айырылмау керек екен. Көрдіңіз бе, құрметті мұсылман бауырлар? Демек, дінімізде үйлену керек екен. Ер адам да, әйел адам да үйлену керек екен. Қазіргі замандарда Құдай сақтасын, адамдар дұрыс емес өмір сүріп жатыр да. Үйленуді кешіктіріп жатыр. Жалпы негізінде үйлендіруді кешіктірмек болған абзал екен. Мүмкіндік болса үйлену керек екен. Жағдай келіп тұрма, жас келіп тұрма, онда үйленген жақсы екен, құрметті мұсылман бауырлар. Қазір адамдардың көбісі, мысалы, ер адамда, әйел адамда жағдай жасап алайын, мен деген карьера не істейін, оқуын бітіріп алайын, анан бүйтіп алайын дейді да, қайырлы болған салихалы амалды кешіктіріп қояды екен. Көрдіңіз бе? Ол болмайды екен шариғатымызда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам заманында дейді, бір күні үш кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйіне келіпті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөйлесейікші, сырласайықшы деп. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйіне келсе, әлгі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйінде жоқ дейді. Үш жігіт
Айша анамыздан сұраған екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелінен, уа мұсылмандардың анасы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ғибадаты жайында біздерге хабар беріңізші деп айтты дейді. Соны Айша анамыз айтты, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түнде тұрып намаз оқиды, шамасы келсе ораза ұстайды, бүйтеді, кейбір кезде аузын ашады, кейбір кезде түнгі намазды аз оқиды, кейбір кезде көп оқиды деп айтады дейді. Әлгі үш кісі өз-өздеріне былай деп айтады, ол Алланың пайғамбары ғой ол. Ол кісінің бұрын соңды істеген күнәларының баршасы кешірілген, күнәдан пәк кісі. Біз болсақ күнәһармыз. Біздер деген көп құлшылық жасауымыз керек деп айтты дейді. Үшеуі бір-біріне айтып отыр. Соны біріншісі айтты дейді, мен болсам дейді, енді бұдан кейін дейді, күннің астында өмір сүремін, көлеңкеге мүлдем отырмаймын деп айтты дейді біріншісі. Постоянно күннің астында жүрем. Енді елестетіңіз, Меккенің, Мединенің ыстығы 45-50 градус мысалға, плюс. Әлгісі не істеп тұр? Мен күннің астында өмір сүремін, көлеңкелемеймін деп айтты. Екіншісі айтты дейді, мен күнде ораза ұстаймын деп айтты. Мүлдем аузымды ашпаймын деп айтты дейді. Үшіншісі не деді? Мен үйленбеймін деді. Өмір бақи бойдақ болып өтемін деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйге келді дейді. Айша анамыз айтып берді дейді, Алла не үш жігіт келді да, осылай Аллаға нәзір беріп тұр дейді. Құдайға уәде беріп тұр. Біреу бүйтіп айтып тұр, екіншісі былай, үшіншісі былай. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әлгі үшеуін шақырып алды дейді. Үшеуің бер кел. Сендер ма үсті айтып жүрген деп айтты дейді. Иә, біз. Сен ба жаңағы күн көлеңкелемеймін, жаңағы көлеңкеге күннің астында жүремін деген айтты дейді. Иә деп айтты. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, біліп қойыңдар, араларындағы ең тақуа адам ол менмін деп айтты дейді. Жер бетіндегі ең тақуа адам бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ең Аллаға жақын адам ол менмін деп айтты дейді. Мен болсам дейді, көлеңкелеймін деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Екіншісіне айтты дейді, сен ба ораза ұстаймын, мүлдем аузымды ашпаймын деп айтатын, сен ба деп айтты. Иә, мен дейді. Біліп қойған Аллаға ең жақын пенде ол менмін деді. Мен кейбір кезде ораза ұстаймын, кейбір кезде ораза ұстамаймын деді. Нәпіл ораза ғой, адамның еркіндегі зат. Үшіншісіне айтты, сен ба үйленбеймін деп айтқан дейді. Иә, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, біліп қойған ең Аллаға жақын адам, тақуа адам ол менмін, мен үйленемін деп айтты деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Үйлену ол менің сүннетім дейді. Кім үйленбеймін деп үйленуден бас тартатын болса, онда ол менен емес, менің үмметімнен емес деп айтты дейді. Көрдіңіз? Ол олай болмайды деген құрметті бауырлар. Бір адамдар бар мысалға, мен әйелдер қауымына ренжідім, бұдан кейін үйленбеймін деп айтатындар бар да. Олар тек қана материальный зат сұрай береді, мен үйленбеймін дейтіндер де бар екен. Біреулер бар мысалға әйелдерден, еркектер қауымына ренжідік, олар деген андай екен, ниеттері жаман екен, мақсаттары жаман екен дейді, мен бұдан кейін мүлдем тұрмысқа шықпаймын. Ол болмайды екен шариғатымызда. Бұлай жаңағы өтірік құлшылық қылу, соқыр құлшылық қылу бұл дұрыс емес екен, құрметті мұсылман бауырлар. Көрдіңіздер? Сол үшін мұсылман адам үйлену керек екен. Бірақтан да үйленген кезде дұрыс қыз таңдау керек екен, дұрыс жар таңдау керек екен. Қыз баласы да сондай, дұрыс күйеу таңдау керек екен. Алдамшысын емес, дұрысын таңдау керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздерге дұрыс қызды былай деп сипаттайды, қараңыз. Тазауажул вадудал валуд дейді. Мейірімді болған қызды алыңдар дейді. Жүрегінде мейірімі бар қызды алыңдар дейді. Және де туатын қызды алыңдар дейді. Бала көтер алатын, бала сүй алатын қызды алыңдар дейді. Өйткені қияметтің күні мен сендердің көптіктеріңмен мақтанамын дейді. Үйленудегі жалпы ниет не? Мақсат не? Адам перзент сүю, ұрпақты болу. Абайдың жақсы бір сөзі бар ғой, өмірдің бір қызығы бала дейді. Мысалға біреу біліп тұр да, мысалға келіншек жаңағы сөйлесіп отқан қызы біліп тұр, болашақта бала көтере алмайтын. Бірақтан да махаббатқа салып болмайды екен. Өйткені бала деген нәрсе ерлі зайыптың арасындағы үлкен бір связка екен ғой. Махаббаттарын арттырып тұратын, екі ортада жаңағы бір-біріне сыйластық деген нәрсені арттырып тұратын, бір-бірінің қадірін білгізіп тұратын бұл бала екен. Алла Тағала мына бала сүйе алмай жүрген отбасыларға Алла Тағала ұрпақты нәсіп етсін. Мен бұны жаңағы біреудің үстінен күлу, немесе біреудің абыройын түсіру мақсатта емес, жалпы осылай екен. Өмір шариғаттың талабы осылай екен, құрметті мұсылман бауырлар. Енді үйленгеннен кейін, құрметті мұсылман бауырлар, бұл неке деген нәрсе, бұл бір жаңағы қызды алып, жаңағы қалың малды алғаннан кейін, ойбай жаңағы әйел адамды алғаннан кейін болды, алдым, кеттім, мал базарда мал алған секілді емес. Бұл деген үлкен бір жауапкершілік, құрметті мұсылман бауырлар. Мына көбінесе біздерге келеді жаңағы, ұстаз үйленейін дегенім, былай деп сұрайды да, насихат айтыңызшы дейді. Енді біздер жас болсақ та, енді үйленгенімізге бір 8 жылдың көлемі болды, альхамдулилля. Білгенімізді айтамыз енді.
Енді қараңыз, үйлену деген жалпы неке деген нәрсе қазақ тіліне аударған кезде бірігу, қосылу деген мағына білдіреді екен. Жалғыздықтан бет бұрып, бірге болу деген мағына білдіреді екен. Енді осы үйлену үшін Абу Ханифа мазхабы бойынша 4 шарт бар екен. Шариғатта жалпы үйленудің 4 шарты бар екен. Ең біріншісі, үйленетін ерлі зайыпты бір-бірі екеуі де мұсылман болу керек екен. Мұсылман адам мұсылман емес адамды алуға болмайды шариғатта. Мысалға бір қазақтың бір жігіті бір жаңағы Татьянаны ма, бір ар жақтағы Светлананы жақсы көріп қалып шоқынатын біреуді. Болды, осыны сүйдім де күйдім, осыдан басқа ешкім жоқ. Мына жақта толып тұр ғой мұсылман қыздар. Жоқ, мен ананы ғана. Олай болмайды деген құрметті мұсылман бауырлар. Немесе мұсылман қыз, мұсылман емес адамға тұрмысқа шығуға болмайды. Айдаладағы бір шоқынатын біреуге, отқа пұтқа табынатын немесе атеист біреуге тұрмысқа. Қазір Құдай сақтасын, заман жаман болып бара жатыр да. Мұсылман еместерге шығып бара жатыр мысалы. Оған бір нәрсе десең, бұл менің еркім дейді. Болды, ал не істейсің ал? Бірақ шариғат не істейді? Шариғат мұсылманды ал дейді. Неге? Өйткені туылған бала әкенің дініне өтеді. Туылған бала әкенің дінінде болады. Сол үшін де мұсылман болу керек екен, құрметті мұсылман бауырлар. Екінші, неке қию үшін, үйлену үшін міндетті түрде қыздың разылығы керек және ұлдың қабыл алу керек. Қызды қинап тұрып, алып қашып кетіп, мысалға, машинаға малды тыққандай тығып, оң жағынан 4-5 достарыңды отырғызып қойып, үйге шыңғыртып алып келіп, сөйтіп есін алғаны әжеңді жатқызып қойып, мысалға, ойбай кетпейсің, осыған ана қыз ананы танымайды, мысалға. Олай болмайды, құрметті мұсылман бауырлар. Біреудің Алла берген аманатын гүлін сен қалай алып қашып кетесің? Ондай нәрсе тыйым салынады, құрметті мұсылман бауырлар. Сол үшін де қыз бала тұрмысқа шығатын болса, разы болып шығу керек екен. Ол балаға мен разымын деп шығу керек екен. Және де ұл бала ол қызды қабыл алу керек екен. Неке қиып жатқан кезде біздер разысың ба қыздан, ұлдан қабыл аласың ба деп сұраймыз. Қыз разымын деп айтады. Енді разымын деген сөз болды, осымен бірге тұрам, бітті, сүйдім, күйдім деген мағына білдірмейді ол разымын деген сөз. Разымын деген нәрсе қандай да бір әйел кісі күйеуіне бірге тұрамын, күйеуімен бірге тұрамын, разымын деген сөзі ыстықта да, суықта да, барда да, жоқта да, ауырып қалған халінде де, сау халінде де осы кісіге бағынамын. Шариғат талабында маған бұйырып жатса, тамақ істеп бер, су әкеп бер, бала туып бер десе, мен бағынамын деген мағына білдіреді екен, разымын деген сөз. Ал қабыл алдым деген сөзі, ер адамның қыз баласын қабыл алдым деген сөзі 4 нәрсесін қабыл алады екенбіз. Осы жерде отқан өңшең еркектер отырмыз мысалы қазір. Біздер әйеліміздің 4 нәрсесін дүниеде және ақыретте жауап береді екенбіз. Құрметті ер жамағаттары, біріншісі олардың ішіп жейтін тамағы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, өздерің не жесеңдер, не ішсеңдер, соны әйелдеріңе жегізіңдер, ішкізіңдер. Постоянно өзің кафеден тамақ жеп, үйге әйеліңе макарон беріп қойсаң, бұл зұлымдық екен, құрметті бауырлар. Кешке өздерің ішіп беріңдер, мен кафеге шақырып қойып, қонақта боламын мен. Ертең Стамбулда боламын, ар күні жаңағы Афсонада боламын. Олай болмайды, құрметті бауырлар. Екіншісі баспанасы екен. Өзің тұратын жерде әйеліңде тұру керек екен. Үшіншісі үстіне киетін киімі, қыстың күні киетін қалың киімі, жаздың күні киетін жұқа киімін алып беру керек екен. Қымбат болмаса да, ел жұрт не киеді, соны алып беру керек екенбіз. Төртіншісі міне өте маңыздысы, құрметті бауырлар. Басына тағатын орамалы, оқитын намазы, оразасы, қажылығы, осының баршасын біздер ер адам секілді жауап береді екенбіз, құрметті бауырлар. Сол үшін де үйдегі жеңгелерге, үйдегі келіндерге бір ауыз айту керек екен, пәленше, мен жалғыз намаз оқыған, маған сәл қиындау, бір үйде бір адамның намаз оқығаны, бұл морально кішкене қиын, маған поддержка бер, жәрдем бер, сен де намаз оқы деп, әйелімізге жай-жай насихат қылу керек екен. Шешеңді пәлен қылайын, сен намаз оқымайсың, мен болсам бір өзім тұрам, андай, мұндай десең, ол болмайды ол. Даналықпен шақыру керек екен, көріңіздер, құрметті бауырлар. Үшінші, неке қию үшін уәлидің рұқсаты керек екен. Әкенің рұқсаты керек екен, құрметті бауырлар. Әкенің рұқсатынсыз неке есептелмейді екен. Құран аяттарында Алла Тағала «Фәнкихухунна биизни әхлихинна». Үйленетін болсаңдар, неке қиятын болсаңдар, қыздың әкесінің рұқсатымен ғана неке қиыңдар дейді. Әкесі білмейді мысалға. Келеді біздерге, біреу жетектеп келеді, бір детдомнан біреу ертіп келіп отқан секілді. Не куәгер де жоқ, не ағайын тумада жоқ, екеуі де бір детдомский адам секілді келеді. Неке қиып беріңізші емеке. Қайда мына әке-шеше қайда?
әке-шеше ауылда дейді. Звондашқан десең, жұмыста дейді. Беш мен звондайын десең бір кезде, қазір дейді да, қазір шығып кетеді, болды, қайтып айналып келмейді. Неге? Жасырын неке қиғысы келеді. Әке-шешеге білдірткісі келмейді. Олай болмайды, құрметті бауырлар. Бұл шариғатымызда ауыр күнә екен негізінде. Адам баласы өзінің нәпсісіне келген кезде жасырын әйтеуір бет подпольно неке қиып алып, ертең Құдай Тағала саған да қыз береді, сол бой жетеді. Сол кезде дейді, ғалымдар айтады, кім дейді, өзінің қызын менің рұқсатымсыз неке қимайды деп өзі жасырын неке қиып алған болса дейді, ол кісі діннен шығып кету қаупі бар дейді. Дінмен ойнауға болмайды екен олайынан. Өзің нәпсің қалаған кезде, қоя берші, пока что неке қия берейік, кейін айта саламыз ғой үйдегілерге, пока бірге тұра берейік. Кейін өзіне Алла Тағала қыз бергеннен кейін, мен өзімнің қызымды менің рұқсатымсыз ешкімге бермеймін. Менің рұқсатым керек деп қойып тұрып, мысалға шарт қоятын болсаң, онда ол ауыр күнә болады екен, құрметті бауырлар. Некені қию үшін тағы да бір шарты куәгер деген нәрсе болу керек. Екі ер адам болу керек. Кемінде. Одан кейін махр деген сыйлық болады екен, құрметті бауырлар. Көбісіне осы қызық. Махр деген не? Біреулер қоғамда біреулер шыққан махр пақырыңды білмеймін, біздер баяғыда әйтеуір шыға салғанбыз деп айтады да. Олай болмайды екен. Махр деген бұл қыз баланың ақысы екен. Шариғатта махрды сұрауға рұқсат екен. Оның бағасы қанша десе, ең кемі 4-25 грамм алтын екен. Енді бұл деген сөз қызды сатып атып деген мағына білдірмейді. Қыз бала өзі талап етеді. Маған осындайды сыйлыққа бер деп, сыйлық бұл деген нәрсе. Көрдіңіз бе? Бірақ міндетті болған сыйлық екен. Көрдіңіз бе? Сол үшін де міне неке қиятын адам осы нәрселерді шариғатта сақтау керек екен, құрметті бауырлар. Үшінші, неке қию үшін, құрметті бауырлар, неке қиып болғаннан кейін ол нәрсені жария ету керек екен. Жасырын неке жарамайды. Квартирада отырып алып, екеуміз ғана деп қойып тұрып, телефонмен мысалға, разысың ба, тұрмысқа шығасың ба, давай, сүйдім, күйдім, машинаның ішінде отырып алып, артқы сиденьеде отырып алып, неке қиып тастайық, давай, онлайн неке, ешқайсысы шариғатта жарамайды. Неке қию үшін міндетті түрде ерлі зайыпты бір жерде отыру керек. Және де ол жерде куәгер болу керек, уәли болу керек, махр айтылу керек. Қыздың разылығы керек, ол бала қабылдау керек екен. Осы шарттар орындалмайынша, ол неке шала болып есептеледі екен, құрметті бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін қараңыз, керемет хадис. Мына некелеріңді білдіріңдер дейді. Білдіріңдер мына некені, жұрттарға айтыңдар дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Айтыңдар мына некені дейді. Ұстаз, мен неке қиян дегеннен, бірақ ешкім айтпақ қойыңызшы деп мысалы біреулер жүрді өткенде. Некесін қиып болғаннан кейін айтпақ қойыңыз, осы өзіміздің арамызда қалсын дейді. Ол не болып кетті осы онда? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мына некелеріңді білдіріңдер дейді. Енді қараңыз, ең кереметі, некелеріңді мешітте қиыңдар дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Некелеріңді мешітте қиыңдар дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Неке қиғаннан кейін оны жариялаңдар дейді, барабан ұрыңдар дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни бүкіл дүйімді шақырып тойлаңдар дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіз, хадисті имам Тирмизи риуаят еткен. Сол үшін де, құрметті бауырлар, неке деген нәрсе бұл жаңағыдай бір жеңіл қарайтын бір ұғым емес. Неке деген нәрсе бұл тағдыр, құрметті бауырлар. Оны некелесіп болғаннан кейін, 1-2 жыл тұрғаннан кейін болды, жақсы деп, ол жақтан назат ход жоқ, уже болды. Көрдіңіз бе? Артқа қарай қайту жоқ ол жерде. Артқа қарай қайтсаң, онда үлкен проблемамен қайтады екен, да, құрметті бауырлар. Міне осылайша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге осы нәрсені айтып өткен екен. Алла білуші әрі үстем. Ва ахру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин.